Жолбарыс пен тиын. Ертеде бір тауда қалың орманды билеп төстеген бір жолбарыс болыпты. Ол озбыр екен. Зорлық-зомбылық істеумен сол өңірдегі аң атаулыны қорқытады екен. Күндердің күнінде осы жыртқыш жолбарыс қарт аңшының құрған торына түсіп қалады. Қанша бұлқынса да шыға алмай әбден титықтапты. Шығудың ес тәсілін таба алмапты. Дәл осы кезде ағаш басында асыр салып секіріп бір тиын шыға келіпті. Тиынды көрген жолбарыс «Құтқара көр!» деп дауыстапты. Ақ көңіл тиын ағаш басына секіріп жерге түсіп, жүгірген бойы жолбарыстың қасына келіп торды тісімен қиыпты. Жыртқыш жолбарыс іште мен соншалықты қайратты бола тұра аңшының торына түсіп қалдым. Оның үстіне кішкентай тиынге жалынып жалбарындым. Әбден масқара болдым. Егер тиын бұл істі осы өңірдегі аңдарға айтып қойса, абыройымның айрандай төгілген емес пе? Деп ойлапты. Сөйтіп ол орнынан ұшып тұрып тиынге қарай атылыпты. «Тиын, енді қайда қашасың?» деп ақыра шеңгелімен оны мыти қармап. Енді мылжа-былжа болған шығар деп ойлаған жолбарыс шеңгелін жазып қарайын дей бергенде ағаш басына әлде қашан шығып алған тиынның құйрығын бұлғақтатып: «Жолбарыс мырза, менің істеген жақсылығымды ойлағайсыз» деген сөзі естіліпті.